Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Айгөз қаласы номер 7 мектеп білім беретін мектебінің физика пәні мұғалімі Көкембаева Жангелдіқызы боламын. Бүгінгі біздің арнайы тәжірибемен бөлісетін тақырыбымыз, менің дайындап алып келген тақырыбым бұл механика бөліміне кіріспе. Және де механика арнайы курсы бойынша біз білу керек салалар, білу керек бөлімдер туралы қарастырамыз. Механика бөлімі қарастыру үшін біз механиканың нақты не екеніне тоқтала кетейік. Механика физиканың маңызды саласы. Ол қозғалысы және денелердің өзара әрекеттесуін зерттейді. Бұл құжатта және де бұл слайдта негізгі бөлімдерімен механиканың негізгі бөлімдерімен кинематика, динамика және сақтау заңдарын қарастырамыз. Және де тербелістер мен толқындар және сұйықтықтар мен газдар механикасында қарастыра кетеміз. Біріншіден, кинематика физиканың арнайы бір бөлімі болғандықтан, біз кинематика не екенін біле кеткеніміз жөн. Кинематика механиканың бір бөлімі, ол денелердің қозғалысының күштерінің әсерін ескермей отырып, сипаттайды. Материалдық нүкте және сынақ нүктесі ондағы кинематиканың негізгі түсініктері болып табылады. Сол үшін біз маңызды қарастыратын үш физикалық шама бұл орын ауыстыру, жылдамдық және үдеу қозғалысының кинематикалық сипаттамаларына жатады. Бір қалыпты және бір қалыпты емес қозғалыстар кинематикада зерттеледі. Ол үшін арнайы формулалар бізге қажет. Бұл үшін біз білуіміз керек шамалар траектория, жол және орын ауыстыру шамалары. Бізде бір қалыпты және бір қалыпты емес қозғалыстар кинематикада қарастырылатын болғандықтан, В жылдамдық тең болады бастапқы жылдамдық қосылған А үдеу көбейтілген Т уақыт. Бұл бізде формула бастапқы жылдамдықтың. Келесі S тең болады бастапқы жылдамдық көбейтілген Т плюс А үдеу көбейтілген Т оның квадраты бөлінген 2. Бұл екі арнайы формула бір қалыпты немесе бір қалыпты емес қозғалыстарды анықтау үшін дайындалған арнайы формулалар деп саналады. Динамика ол механиканың бір бөлімі, ол денелердің қозғалысының күштерінің әсерін ескере отырып зерттейді. Ньютонның үш заңын қарастыру үшін бізге динамика бөлімі қажет. Біз Ньютонның үш заңын білеміз. Динамиканың үш заңы дегеніміз ол Ньютон заңдары. Ньютон заңдары бірінші заңы, екінші және үшінші заңы болып үшке бөлінеді. Ньютонның бірінші заңын білеміз, ол инерция заңы болып табылады. Екінші заңы күш және үдеу арасында байланыс. Сонда F тең болады M көбейтілген А. M бұл жердегі масса, А көбейтілген бұл үдеу. Ньютонның үшінші заңы әсер және қарсы әсер заңын тұжырымдайды. Формула F1 тең минус F2. Ол бізде үшінші заң болып табылады. Келесі слайд бізде сақталу заңдары. Сақталу заңдарын қарастыру үшін біз басында айта кеткендей, біз механиканың не екенін түсінуіміз қажет. Импульс және энергияны сақталу заңдары механикада маңызды орын алатын болғандықтан, импульстың не екенін қарастыра кетейік. Импульс дененің массасы және жылдамдығының көбейтіндісі. Және бұл басқаша дене импульсы деп аталады. Импульстың сақталу заңы тұйық жүйеде импульс өзгермейтінін көрсетеді. Келесі физикалық шама бізде энергия. Энергия бізге кез келген уақытта қажет. Бұл бізде жұмыс жасау қабілеті болып саналады. Энергияның сақталу заңы энергия жоғалмайтынын, ешқайда пайда болмайтынын және бір түрден екінші түрге міндетті түрде айналатындығын көрсетеді. Жұмысты біз білеміз. Күштің әсерінен дененің орын ауыстыруы бұл бізде жұмыс деп саналады. Қуат бұл жұмыстың орындалу жылдамдығы. Механикалық энергияның түрленуі сақталу заңдарының көмегімен зерттеледі. Және де бұл үшін біз білуіміз керек. Үш физикалық шама,
үш физикалық бөлім десек те болады. Импульс және импульстың сақталу заңы, энергия және энергияның сақталу заңы, кинематикалық или кинетикалық және потенциалды энергия. Айналмалы қозғалыс бұл бізде дененің белгілі бір осьтің айналасында қозғалысы болып табылады. Бұл үшін біз бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу айналмалы қозғалысын сипаттама ажырататын болғандықтан, осы екі физикалық шаманы біз білуіміз міндетті. Және де бұған қатысты ескере кететін жағдай, тек қана бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеуді біліп қана қоймай, айналу периодын Т физикалық шамасын және ню физикалық шама жиілікті білуіміз қажет. Үшіншіден, центрге тартқыш үдеу және күштің не екенін білуіміз керек. Арнайы шоу болғандықтан мен тек қана сіздерге жай шоу жасап өтейін, ал келесі слайдымызда біз арнайы толықтай механика курсын, механика бөлімін зерттейтін боламыз. Сұйықтықтар мен газдар механика. Жаңа ең басында айта кеткендей, біз міндетті түрде сұйықтықтар мен газдар механикасын қарастырамыз деген болғандықтан, біз шолып өтейік. Гидростатикалық қысым бұл сұйықтың тыныштықта қысымы. Егер де сұйықтық бір тыныштықта тұрған жағдайда, оның егер де бір қысымын өлшейтін болса, ол бізде гидростатикалық қысым деп аталады. Бұл гидростатикалық қысымды анықтауымыз үшін біз Паскаль заңын білуіміз міндетті, және де дене ахимия күші сұйыққа батырылған жағдайда денеге қандай күш әсер ететінін білуіміз қажет. Тербелістер мен толқындар. Гармоникалық тербелістер периодты түрде қайталанатын болғандықтан, біз бұны екі түрге бөлдік. Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістерінің мысалдары деп екіге бөлдік. Бұл үшін тербеліс амплитудасының екенін және де периодтың жиіліктің екенін білуіміз абзал. Тербеліс амплитудасы бұл тербелістің максималды ауытқуы. Период бұл толық тербеліске әсер ететін жағдай, немесе толық тербеліске кететін уақыт десек болады. Жиілік бұл уақыт бірлігіндегі тербеліс саны. Тербеліс санын біз білеміз, біз оны n әрпімен белгілейміз. Жиілік бізде ню әрпімен, амплитуда бізде үлкен а әрпімен, период бізде үлкен т әрпімен белгіленеді. Келесі бізде механика денелердің механикалық қозғалысын зерттейтін болғандықтан, біз ары қарай механикалық қозғалыс деп дененің кеңістіктегі орнын басқа денелерге қатысты уақыт бойынша өзгеруін айтатындығын дәлелдей отыра, әртүрлі схемалар және графиктер бойынша түсіндіре кетейік. Механиканың бөлінетін үш бөлім. Механика өзі үш бөлімге бөлінеді. Кинематика, динамика және статика. Бұл туралы айта кеттім. Келесі дәріс жоспары. Бұл қандай тақырыптарға тоқтала кететін жайлы. Материалдық нүктедегі өлшемдері, қалыңдығы, диаметрі, ені, қоршаған ортаның немесе қоршаған сыртқы ортаның өлшемдерімен салыстырғанда елемеге болатын массасы бар денені айтады. Мысалға, бұл бізде планеталар. Дененің кеңістіктегі орнын басқа бір кез келген қозғалмайтын дене арқылы анықтауға болатын денені санақ денесі деп атаймыз. Санақ денесі кез келген қозғалмайтын дене арқылы анықтауға болатын санақ денесі. Бұл бізде қозғалмайтын дене болғандықтан, бұл жерде бізде 0 саны жазылған. Осы арқылы біз дененің кеңістіктегі орнын басқа бір кез келген қозғалмайтын, яғни ағаштың көмегі арқылы санақ денесін аламыз деген тұжырымға келеміз. Келесі бұл және санақ жүйесі деп, санақ денеден координата жүйесінен және уақыт өлшеуге арналған X, бұл бізде мына жерде жасау керек болатын, арналған аспаптан құрылады. Енді
біз бұл жерде айта кететін жағдай O нүктесінен M нүктесіне дейінгі вектор бізде айтылады радиус вектор деп. Оған жеке тоқтала кетеміз қазір. Радиус вектор бұл координаталар басынан және O нүктесінен берілген нүктеге M нүктесіне дейін жүргізілетін векторы бізде аталады радиус вектор деп. Материалдық нүктенің кинематикалық қозғалысының теңдеулері осының теңдеулері осындай. X үшін X-ті, Y үшін Y-ті, Z және Z-ті. R ол бізде радиус екенін білеміз. Бұл үшеуін біз векторлық теңдеумен алмастыра аламыз. Траектория және жүрген жол ұзындығы дегеніміз бұл бізде не? Дененің немесе материалдық нүктенің кеңістіктегі қозғалыс кезінде сызық түрінде қарастырған ісі бұл бізде траектория деп аталады. Немесе оны жүрген жол ұзындығы деп атаймыз. Траектория түзу сызықты және қисық сызықты болады. Келесі бізде жол бұл бастапқы және соңғы нүктелердің арасындағы траектория учаскесінің ұзындығына тең скалярлы шамы. Бірінші және екінші деп белгіленген бұл бізде нені білдіреді? Бірінші бұл бастапқы участка, екінші келесі екінші участка. Біз бірінші нүктеден екінші нүктеге ауысуымыз бұл бізде жол деп аталады. Нүктенің бастапқы және соңғы орнын қосатын вектор орын ауыстыру деп аталады. Соңғы нүктесі мен бастапқы нүктесін қосу бізде орын ауыстыру деп аталады. Ал жол бізде скалярлы шама екенін жақсы білеміз. Жылдамдық қозғалыстың шапшаңдығы мен бағытын сипаттайтын физикалық векторлық шама. Ол бірлік уақыт ішінде жүрген жолдың ұзындығын анықтайды. Ол бізде V атымен белгіленеді. V жылдамдықты табу үшін бізге жол және жүрілген жол және T уақыт қажет. Қанша уақыт ішінде жол жүрілді, қанша жол жүрілді деген сұрақ қойсақ дұрыс болады. Және қандай жылдамдық арқылы. Егер де біз жүрілген жолды сол жүрілген уақытқа бөлетін болсақ, біз жылдамдықты таба аламыз. Ендігі кезекте оның жылдамдықтың өлшемдерін табатын болсақ, ол үшін біз білуіміз керек екі шама жол жүрілген және T уақыт. Жүрілген жол бізде өлшенеді метрмен, T уақыт өлшенеді секундпен. Бір қалыпты емес қозғалыс туралы айта кететін болсақ, дене бірдей уақыт аралықтарында әртүрлі жол өтетін қозғалысты айтады. Орташа жылдамдық табу үшін біз бірінші кезекте егер дене уақыттың бірінші жартысын V1 деп алатын болсақ, ал екінші қалған жартысын V2 деп алатын болсақ, біз орташа жылдамдықты таба аламыз. Ол үшін бірінші жылдамдық пен екінші жылдамдықты қосамыз, екіге бөлеміз, біз таба аламыз орташа жылдамдықты. Анықтай аламыз. Бесік жылдамдықтың формуласы өте оңай. Тек қана сол формулалар қойылады, сол шамалар білетін шамаларымыз V жылдамдық және жүрілген жол S және уақыт қойылады.